Жезқазған ел экономикасының локомотиві. Осы алып механизм жұмыс тоқтамау үшін білімді, білікті, мықты жастар қажет. Тәуелсіздік ұрпақтары жобасының кезекті кейіпкері осы қасиетті бойына сіңірген. Аян Баймырзаев Қазақмыс корпорациясына қарасты құю механикалық зауыттағы ұсталарды басқарады. Оның жетекшілігімен ұста дәнекерлеу цехы жылына 4000 тоннадан артық өнім беріп отыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл негізі өзел құю механикалық зауыт болғаннан кейін бұл жерде основны үлкен заттар құйылады. Салмағы 200-ден 300-ден асқан, 400-ден асқан салмақтар. Қалған кішігірім зат бөлшектерін бәрін ұсталардың қолынан өтеді. Құю механикалық зауыттағы 600-ге жуық маманның 70% жастар. Олардың дені ұста дәнекерлеу цехында еңбек етеді. Темірді жіпше еретін 100-ге жуық жұмысшыны басқарып отырған Аян Түгелұлы тәжірибелі маман. Оған артылған жүк ауыр. Себебі зауытта құйылатын барлық бөлшектер Аян Баймырзаевтың жетекшілігімен осы цехта жинастырылады. Ұсақ шегеден бастап әрі құрылғылардың бөлшектері мұндағы ұсталардың туындысы. Еңбеккерлер ай сайын 360 тонна өнім беріп отыр. Металлургқа бір жүректі де, білекті, жастар, сондай адамдар керек, күш қуатты. Бұл от пен ыстықтың ортасында жүретін мамандық қой. Бұған анда кез келген адам келе бермейді. Әрине жақсы көрем. Осында алғашында жай қарапайым жұмыскерден бастағанбыз, жұмыскерден өскенбіз. Осы цехтың, осы бөлімнің бүкіл саласынан өттім деп ойлаймын. Мақсұт Мейрамов ұста дәнекерлеу цехының ең тәжірибелі маманы. 40 жыл еңбек еткен майталман. 13 жылда Аян Баймырзаевтың қарапайым ұстадан цех басшысы қызметіне дейін өсуін көзбен көріп, жас маманға бағыт-бағдар берген ұстазы. Осы заводта, осы цехта істегеніме 40 жыл болды. Енді өзіме ұнайды. Осы цехта жаман болған жоқ, еңбегім. Осы 92 жылы Аллаға шүкір үй берді. Қазір жастар енді келіп жатыр. Жаман емес. Оқыған, жұмыстарын білет. Жаман емес деп жатыр. Аян Баймырзаев Нұр Отан партиясының мүшесі, қоғам белсендісі. Бұл жұмысы металлургтердің мәселесін билікке жеткізуге көп мүмкіндік беретінін айтады. Ол өзінің ойын ашық, бүкпесіз, боямасыз, сауатты жеткізе алады. Мінезі тік. Жас басшы дәл осы қасиеттері үшін әріптестер арасында сыйлы. Аян бастығымыз жас, білімді. Осы жерде біраз жылдан бері жұмыс істейді. Білмеген затын бізден сұрап тұрады. Жастар көп, жастарға өз басым риза. Білекті бірді жығар дейміз. Алайда ұста дәнекерлеу цехындағы жұмыскерлер мыңды жығатындай көрінді. Цехтағы 50 градусқа дейінгі ыстыққа мен 50 минутта шыдай алмадым. Ал мұндағы еңбеккерлер күні бойы тер төгеді. Нағыз ерлік. Осы күнін батырларын басқарып отырған Аян Баймырзаев та тәуелсіздігіміздің білекті, білімді, білікті ұрпағының бір өкілі. Айзада Оразханқызы, Нұрбол Аментұлы, Зарина Зұлпықар, Сарыарқа жаңалықтары, Жезқазған қаласынан.